сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемдегі және Қазақстандағы жаңалықтарды алғашқылар қатарынан біле отырғыңыз келсе, арнадағы подписация және бір ғана лайк басып тұруды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастадым. Әзілкеш Асылқан Дүкенбаев белгілі әнші Мейрамбек Беспаевтың алдында ұятқа қалған кезін еске алды. Әзілкеш оны басқа біреумен шатастырып алып, балағаттап жіберген. Асылқан Дүкенбаев ыңғайсыз жағдайға қалғанын Ахалек есімді блогерге берген сұхбатында айтып берді. Оның сөзінше, оған бейтаныс нөмерден біреу қоңырау шалып өзін Мейрамбек Беспаев деп таныстырған. Алайда Әзілкеш достары үшін алдап жатыр деп ойлап қалып, хабарласқан адамды балағаттап жіберген. Артынан оған қоңырау шалған шынымен Мейрамбек Беспаевтың өзі болғанын біліп, кешірім сұраған. Қызылордада Серік Ибрагимов концерті болайын деп жатқан бір қарапайым нөмерден қоңырау келіп түседі. Ал жағдайымды сұрап өзін Мейрамбек Беспаев ретінде таныстырады. Түсінбей қаламын, мен ғой Мейрамбек Беспаев ағаң деп тағы айтады. Мен болсам оны балағаттап жіберемін. Сол кезде Серік не үшін ашуланып жатқанымды сұрайды. Оған мен біреуге Мейрамбек Беспаевпын деп алдап жатқанын айттым. Сосын ол нөмерін көрсетші дейді. Салыстырсақ, Серіктің телефондағы нөмірмен маған хабарласқан нөмірі бірдей. Шынымен Мейрамбек аға хабарласқан ғой. Сөйтіп Серік Мейрамбек ағамызға хабарласып танымаған берді. Қолым дірілдеп кетті. Мен бірден кешірім сұрап, мені дауыс салып біреулер алдап жатыр деп ойлап қалғанымды айттым. Ол кісі маған ондайлар бар, өзімін ғой деді деп еске алды жайдарманшы. Бізді тамашалауда жалғастырыңыздар. Сау саламатта болыңыздар.